Саламатсыздар ма? Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті физика-математика факультеті есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығындағы екінші курс магистранты Махмутов Али Нұрланұлы. Бүгін мен диссертация тақырыбым мультимедиалық білім беру платформаларының функционалдығын және алгоритмдерін зерттеу және жетілдіру жолдары. Бұл жерде мен мультимедиалық платформам ол LearnShark деп аталады. Бұл платформада біздер әртүрлі тілдерді үйренуге болады. Мысалға Python, JavaScript, SQL, Data Science және C++. Қазіргі таңда менде Python тек 3 сабағы өтілген, JavaScript 4, SQL 1, қалғандары әлі өтілмеген. Мысал ретінде Pythonға кіретін болсақ, бұл Pythonда бізде ең басында бізді бейнеролик күтетін болады. Бұл бейнероликті қарасаңыз болады, немесе мәтін ретінде берілген толық материалды оқысаңыз болады. Осы материалдар оқып шыққаннан кейін сіздерде 5 сұрақтық тест болады. Бұл тестті өтпесеңіз, келесі сабаққа рұқсат болмайды. Және де осы тестті өткен кезде, мысалға мен өтірік жауап беріп шықсам қазір, мен 60% алдым. Егер біздер 60% алып тұрсақ, келесі сабаққа бізде жол жоқ. Өйткені минималды түрде 4 сұраққа дұрыс жауап беру. Ол дегеніміз 80%. Және де, егер дұрыс жауап бермеген сұрақтарға сіздерге мысал ретінде машин learning не көмектеседі? Логикалық ойлау қабілетін жетілдіру үшін сіздерге арналған сұрақтары бар. Сол сұрақтар арқылы сіз осы дұрыс жауап бермеген сұрақтарға ойланып, сол логикаңызды жетілдіріп жауап бере аласыз. Және келесіде бізде 5-ші сабақтан бастап бізде кодинг басталады. Письменный кодинг. Менде ол JavaScript тұр қазір. Егер письменный кодингті ашсақ, бізге жұмыс берілген. Осы жұмысты жасау үшін, егер жасай алмай жатсаңыз, сіздерде жасанды интеллект көмекшісі бар. Ол дәл солай сіздерге алыстан ответ береді. Ол жауапта сіздер нақты жауапты таба алмайсыз. Бұл жерде сізге сұрақ ретінде сұрайды, қалай жасау керектігін, неден бастау керектігін, содан кейін бара-бара сіз өзіңіз үйрене бастайсыз. Оның барлығы жасалған нақты жауап алмау үшін. Өткен нақты жауап алатын болсақ, біздер осы сабақты дым үйрене алмаймыз. Осымен және бізде осы сайтымызда барлық толық жетістіктеріміз бар. Және де өз кабинетіміз. Бұл кабинетте сіздерге барлығы көрсетіледі. Қанша сабақ өтілді, қанша тест и қанша кодинг. Және де тесттен сіздер орташа қанша балл алатыныз.